Елбасы ұсынған 100 нақты қадам халықты жарқын болашаққа жетелейді. Өйткені стратегиялық маңызы зор салмақты ұлттық жоспарда барлық саланы дамыту көзделген. Әсіресе кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру жобасы мемлекеттік қызметтің сапасын оңтайландырып, халық үшін тиімді басқару жүйесі болмақшы. Бұл үшін елбасы 100 нақты қадам арқылы мемлекеттік қызметтің сапасын жақсарту жобасы нақтылауды тапсырған болатын. Ал осы салада еңбек ететін жамбылдық мемлекеттік қызметшілер бұл бастамаға бірауыздан қолдау білдірді. Сондықтан 15 қадамды қамтитын кәсіби мемлекеттік аппарат құру жобасы бүгінгі халыққа қызмет ететін мамандардың басты бағдаршамы іспетті. Сол заңды қабылдау нәтижесінде жалпы біздің мемлекеттік қызмет саласы өте үлкен күрделі өзгерістерге ұшырайтын болады. Соның ішінде мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеу тәртібі, мемлекеттік қызметшілерді бағалау, мемлекеттік қызметшілерге түрлі бонустар төлену мәселелері, мемлекеттік қызметке қабылдану және оның мансаптық өсу мәселелеріне де өте үлкен өзгерістер енгізіледі деп күтілуде. Білікті, білімді кадр қандай болмасын мекемеге ауадай қажет, ал 100 нақты қадам нағыз маманды өз алға қойған мақсатына жетуіне жетелейді. Өйткені ұлттық жобада мамандарды сатылап дайындаудың тиімділігі айтылған. Нақты айтсақ, енді мемлекеттік қызметте кез келген тағайындау баспалдақтан басталады. Түрлі деңгейдегі қызметтен өтпеген маман басшы болуға мүмкіндігі болмайды. Мұның тиімді екенін тәжірибенің өзі дәлелдеп берген. Карьерное продвижение на госслужбе будет осуществляться на основе внутреннего конкурса. Еңбек жолындағы өсім енді талапқа сай жүргізіледі. Бұл біз секілді жас мамандарға болашақта өз саласында білікті, білімді кадр болу үшін үлкен септігін тигізбек. Елбасы ұсынған 5 халықтық реформаны жүзеге асырудың 100 нақты қадамында тек мемлекеттік қызметті жақсарту ғана емес, барлық саланы заман талабына сай өзгерту тұстары нақты көрсетілген. Тек еліміздің келешегінің даму бағытын бедерлейтін батыл бағдарламаға әр азамат үлес қосса болғаны. Мархабат Көпбосынова, Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.